Мә, құрсын iPhone 15-ің бағасын көрдіңдер ма? 1,5 миллион теңге дейді. Ертең кейбіреулер көресіздер, осы 1,5 миллион теңгені қалтаға салып, автобуста жүретін болады. iPhone жоқтарға бір көңіл көншітерлік әңгіме айтқым келеді. Егер сізде iPhone жоқ болса, түк уайымдамаңыз. Дәл осы iPhone компаниясының бір штук акциясы қазір биржада $178 тұрады, теңгемен, где-то 84 мың теңгені айналасы. Ничего, телефонын емес, акциясын алыңыздар лучше. Өйткені мына жерде назар аударыңыздар, 10 жыл бұрын iPhone акциясы $17 тұрған. Қазір $178 тұрады. Қандай өсім, я, керемет өсім. Көріп отырсыздар ғой, жыл сайын продукция жаңа iPhone шығарады, спросқа ие. Одан бөлек бұл компания өзінің чистой прибылімен сізбен бөлшетін болады, яғни дивиденд төлейді. Саған айтпағым, сенің қолыңда iPhone жоқ болса да, сен бүкіл әлемде сатылып жатқан әрбір iPhone-ның сатылымынан табыс таба аласың. Өйткені компания өзің тапқан табысымен акционерлермен бөліседі, яғни дивиденд төлейді. Так что ойланыңдар, дәл қазір iPhone-ның бағасы осылай болғанымен ертең уже әлдеқайда өсіп кетуі мүмкін. Егер инвестиция нарығын толық үйреніп, тиімді компанияларға инвестиция жасап, пассивті түрде, яғни сен ұйықтап жатқанда да табыс түссін десең, осы менің парақшама подписаться етіп, осы постта сақтап алып, және өзің достарыңа жібер, маған дайректке плюс деген белгі жібер, мен саған толық ақпарат беремін.